Бәріне сәлем достар. Қазіргі таңда бізде саяхат влогы болайын деп жатыр. Себебі біз қазір машинадан 2000 километрге Қазақстанның оңтүстік жағына барайын деп жатырмыз. Сонымен кеттік. Молодец. Қайтап беретін сияқты да. Название бар. Молодец, Нұр, молодец. Мен достар, біз қазір Қарағандыға келдік. Және мұнда егер сіздерге қазір дауыс естілсе, мұнда құстар өте көп. Біз Теміртаудамыз деп айта аламын. Қазір демалып жатырмыз, кішкене жүріп. Көл, білмеймін қандай көл. Жолда келе жатып біз Ақжол кафесіне міндік. Ой, кірдік. Білмейді. Бәр. Жолда келе жатып, бұл жерде авария болды. Егер көрмесе... Біздің бабамыз кетті уже. Бұнда КамАЗ сияқты бізге шығуға болмайды, анда адамдар тұр. Қай жақта қалады? Сонымен біз қазір Балқашқа келдік. Қазір сағат түнгі 11. Машинада 12 сағат жүру ол қиын, бірақ әрине түзуге болады. Қазір біз мұндай гостиница іздейін деп жатырмыз, себебі арқамыз бәрі ауырып қалғаннан кейін бізге кішкене демалу керек. Жалпы содан кейін біз әлі ортасына жеткен жоқпыз жолдың. Біз 12 сағат жүрдік, бірақ бәрібір жолдың ортасына жеткен жоқпыз. Сонда қаншама сағат біз әлі жолда жүреміз. Қазір біз Шу ауданына келіп тоқтадық. Қазір артында тау көріп тұрсаңыздар, білмеймін, ол Қаратау, Алатау, Ұлытау, соны білмей жатырмыз. Алатау емес сияқты. Осындай күшті көрініс. Көріне ма сіздерге? Әдемі. Қазақтың жері әдемі. Біз қазір Тараздағы Ақкөл деген ауылға келдік. Мұнда біздің туған туыстарымыз тұрады. Қазір мұнда өте әдемі. Қазір мен сіздерге көрсетемін аттарды, мұнда табиғаттарды. Осы ауыл деген осы. Жақында адам жүрді, оны олар теледі дейді.
ата мекен дара. Көлдері мөлдір айна, гүлдері әсем жайда, сенде жауһар қайда. Қазағымның оқу, бір топтан қанымыз. Жүрегіміз оқу, дүрсіліне оқу, қосылсын әніміз. Ақкөлден өтіп. Ақкөлде болдым, Семарғай болды. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, шуағыңды шаш елге, ақ таңым арайлым. Бағыма балаймын, тамсанып қараймын, жер жаһанда өзіңдей ел жоқ деп санаймын. Мөлдіреген көлім бар, бейбіт аспан көгім бар. Сол аспанның астында ұлан байтақ төрім бар. Егеменді елім бар, заңғар биік белім бар. Болашаққа жол бастар. Қазір біз Түлкібас ауданындамыз. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, шуағыңды шаш елге, ақ таңым арай. Қазір біз Арысқа келдік. Сол жылда келіп кітап оқып жатырмын, осындай үлкен. Бағыма балаймын, тамсанып қараймын, жер жаһанда өзіңдей ел жоқ деп санаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, шуағыңды. Сырдария өзені тап-таза. Красота. Мынау аралға құяды ғой. Туған жерім жайнағым гүл бақ, алыс кетсең. Сонымен біз қазір үйге келдік. Шымкент пен Тараз жолдар өте ауыр болды. Ол кезде жаңадан жолдар салынып жатты. Сондықтан біз еще көптен алыста қалып, енді түнде ғана жеттік. Түнде жеткеннің өзіне адасып келдік. Солай. Қайырлы түн. Қазір таңда бізді бәрі билеп жатыр, анда сіздерге келістірсе. Фотоаппаратпен мен фотограф болып жүрмін, бұл үйде түсіріп. Қазір дала, қателеспесем, 35 градус или 30 градус, себебі өте ыстық далада. Мейірімді арнадың, таусылмайтын, сарқылмайтын мейірімді сынаға. Сонымен достар, қазіргі таңда біз Шырдария өзеніне шомылуға барайын деп жатырмыз. Сонымен кеттік па? Кеттік. Выигрышқа кетіп бір жатыр, ол күшті ғой. Бұрындары бар. Әдемі, е? Да? Көл. Қазір біз шомылуға барамыз.
керемет, тамаша. Мен жаңа суға жалпы өзім түсіп көрдім. Мұнда барлық адамдар оңтүстік жақта, мұнда купальникпен түсу бұл жақта жоқ. Ұзын футболкамен және шортимен түсе салады. Сол қазір мысалы катамаранға міне деп жатырмыз. Әлем көзін аштырасың өмір, анда баяқ бастырасың өмір. Көңілімді әрлеп күйлеп қашан, қызығыңа мас қыласың өмір. Еңкәр ғашығым, сенсіз қуған арман, арман емес жалған. Сенсіз қонған бақыт уақыт қараңғылық, бекзат асылым. Сенсіз өтер болса өмір емес, сенсіз өткен өмірдің кезген келер. Қазір кеш болып қалды, сағат 7 болып қалды. Мен түнге дейін отырғым келеді, осылай 12-ге дейін тіпті мұнда қонғым келеді. Бұлардың тапчандар. Мысалы, мұнда өте көрініс. Осында отырып, көріне береді бәрі. Сонымен біз қазір базарға тоқтадық. Мұнда мынау Жетісайдың базары. Мороженелар 40 теңге, 30 теңге, одан біздің Астанада 100 теңге болса, мороженое мына жақта 30 теңгеден. Сондықтан бір қызық тұрар осы. Мұнда бәрі арзан жалпы. Киімдерде болсын, кез келген нәрсе болсын. Бірақ мұнда ыстық. 35 градус. Егер көп болса. Ауыл деген осындай. Қазір Өзбекстанға барайын деп жатырмыз. Сол жақта бәрі білмеймін, көреміз қандай болатын. Сонымен бірге кеттік.